Тәубе қылу үшін адамда үш нәрсе болу керек дейді ғалымдарымыз. Ода білім болу керек дейді, шынайы тәубе қылу үшін. Ода жүректегі халі болу керек, және де ол адамда шешім болу керек. Білім болу керек деген не нәрсе? Сізде білім болмаса, сіз тәубе қыла алмайсыз. Қандай білім болу керек? Ұқубат жайында. Ұқубат әрбір күнәнің жазасы бар екені жайында. Адам Аллаға серік қоса мәңгілік тозаққа кіріп кетеді. Адам өлтіріп жатса, оның тозақта деген пәленше азабы бар. Ұрлап алса пәленше азабы бар. Зина қылып қойса осыншай азабы бар деген сол жайында ілім болу керек. Сол кезде ода Құдайға деген қорқыныш пайда бола бастайды. Зина жасап қойған адамдар мысалға, олар ойлайды, тәубе қылмаймыз деп, бірақ ғалымдарымыз имам Шафи айтады, зина қылған адам білсін, ол Құдайдың алдында қарыздар адам ол дейді. О зина деген ол қарыз дейді. Міндетті түрде Алла Тағала соны саған қайтарып береді. Әл-жазау мин джинсил амал. Сенің алатын жазаң сенің күнәңнің жынысынан болады сағанда. Бұл шариғаттың алтын қағидасы.